Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, мен бүгін лордтан өтсіздер бүгін біздер припойер ойнайтын боламыз. Бұл қандай режим десеңіздер, тренировка деген режимдер. Бүгін біздер қандай қарап тексереді десеңіздер, мына көріп тұрғандай по 90 қайтып MP40-ты тексеретін боламыз. Осы екі қарудың қайсысы мықты екенін тексеретін боламыз. Давайте осы видеоға лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңдар. Ал біз болсақ қазір мына жерден 4x-тік прицел аламыз. Давайте қайтып мынадан екеу аламыз, өйткені тағы да бітті. Короче, енді біздер бір пистолет деппін ғой, аптечка алайық қыздар. Картаны қайда қойып жүрсің? Енді біз ойынға кететін боламыз. Енді кірер алдында бір MP40 пен P90-ды оқтап алайық. Біз ең алдымен MP40 пен ататын боламыз. Бір дегенде управлениесі қандай екен басталса, енді біз бір тура отключай өлетін боламыз. Не етсеңіздер, өзіме сондаймын. Басталамды өлім, одан кейін барып айттым ғой, отключай өлім ғой. Мына жерде бір дробашпен атады ғой. Осындай крисаларға неметпеймін деймізші. Осындай крисалар дробашпен атады ғой. Бір дегенде P90 тексеріп көрейік. Давайте достар, P90 тексеріп көрейік. Уже аталмаймын P90. Комментке жазамыз, P90 аталмаймын. Не бәле, достар. Қай өтіп қалды анау? Мына жерде ашықта да атсаң жаман достар. Енді қайтеміз, енді жатаға бей аптечкам деп жатыр екен. Олар енді қайтеміз енді. Аптечка істеп атқан адамдарды атам. Бірақ өзім өліп қалам ғой, сонда да жүгіріп барып атамыз. Управлениесі жақсы екен, нормально. Енді мына жерге үйдің ішіне кіріп кетпесек ақты. Атып тоқтатпай қойды ғой. Қырсанаң үстіндесің ба? Сені мен көрмей қалады ғой деп едім. Бұлай кіреміз де. Не жүрсің ба? Бір оғымда тимеді ғой. Кеше қысқа. Атысайды ғой. Осындай кезде атадан ғой, берекет бол. Берекет алсыңдар ғой осындай. Машин кейін атпайсыңдар ғой осы кезде. Осындай кезде бір пилот сұрып атқан кезде атасыңдар ма? Дробашпен атпай қойсашы, Дробашпен атпай қойсашы, Қоймайсыңдар ғой, болды ма не? Қоймайсыңдар ғой да? Бас қоймағанды көрсетемін сендерге. Жақыннан атқанға жақсы екен. P90 дейді ма? Еще атын қаптап атады ғой. Нишак. Ата бермеші, тупой. Жазастар, енді P90 нормально екен. Бұлайша енді мына жерде крыса отыр екен. Жәшіктің астында өзімен өзі. Енді біз MP40 тексеретін боламыз. Мына жаққа қырғын атып кетіп отыр екен. Қазір тексеретін боламыз. Вроде бәрін урон жақсалады деймші. Мына MP40. Өлсеші, өлтірдік. Вроде бәрін нормально. Плюс 999 болып жүрсек те ойнап жүрміз ғой. Тапсайды ғой, осындай кезде берекет табады ғой. Мына жерде біреу жүр екен, мынаны атырсайық. Осындай кезде қатады ғой. Достар, фотқа қатады деймші. Қазір ойнап жіберейік. Енді вроде бәрін нормально. Енді P90 мен бәрінше келе жатсын. Соны да MP40 нормально атады. Енді рейтингі көтеретін кездерде аналарға шауап жүр. Айтпақшы, біздер
емпарақпен атады екенбіз. Осындай кезде тигізбейсіңдер ғой. Еще бір видео түсіретін кезде берекет болады. Ема қайда қашып бересің? Осындай кезде маған атқыза беруші едіңдер ғой, ема. Сөйтіңдер шеш, ема. Осындай кезде берекет аласыңдар ғой. Берекет алады ғой. Енді бәрі нормально енді. Біздер тағы да бір шығып, бір енді оружие оқытып келейік. Енді вроде былай нормально екен енді. М40-пен 90. Енді оружиенің нормально скиндері бар менде. Енді біздер қандай мылтық тексереміз дегенде, біздер МК-мен 90 дегенде 90 емес. Біздер осы мылтық тексербеш, басқа деді ма? Екеуіне де скин бар, по идее менде. Барып енді ойнай берсек болады. МК-мен баки шешемін. Ема енді осындай кезде берекет алады ғой, ема. Вроде бәрі нормально. Бір килл жасата салмадыңдар ғой, ема. Осындай кезде берекет аласыңдар ғой, ема. Мен бір килл жасадым, тым құрғанда. Жоқтан жақсы енді. Мына жерді түсірші птичканы. Енді персонажды ашып алдым өзім. Атсыш, ема. Молодецсің, ема. Драп қуадым, ана драбашпен немен істеп жүр? Еще драбашпен атпайды, бірақ драбашпен жүр ғой. Енді бұлай енді біздің енді мына мылтықты тексеріп көрейік, енді қалай ататын. Содан кейін басқа мылтықты тексеретін боламыз. Енді бірінші бөлімде осы мылтықтарды тексерсек, енді екінші бөлімде басқадай мылтықтарды тексеретін боламыз. Вроде бәрі нормально, мен ату қиын. Енді бұған да плюс қоямын, өйткені ату управление нашар. Енді біздер қандай мылтықпен атамыз дегенде, енді кейбір мылтықтарға скин жоқ демеші менде. Енді мынаған аламыз, МК-ны тастаймыз. Ал достар, енді менің артымда қандай мылтық екенін білмейсіздер. Пулемет и ПАМАС. Достар, енді ПАМАС мықты ма, пулемет мықты ма? Біз дегенде бірден пулеметті тексеріп көрейікші. Вроде маған күшті қызық болып тұр, но пулеметтен атқан демеші. Пулеметпен ойнағанда ауыр демеші. Атқан кезде управлениясы күшті да. Бірақ қозғалтқан келгенде қозғалта алмайсың, ема даған. 4x түрікпенді алуды ұмытып кетіппін ғой. Прицел деуші едім, ема. Бірақ вроде нормальный прицел дейді екен, ема. По идее нормально. Ишак білдіртпей тұр, күштен атады ғой. Ема нау атты ма не? Енді бәрі нормально. Біздің ойынымызда қазір бір килл бар. Мә өлсеш. Менің киллдарымды ұрлады ғой міне біреу, ема. Осындай крысалар нормдайды дейшемше. Енді неғып тұрсың, братан, атияшканы жібергесің ғой басқа. Неге өлмей қалдың, бауырым? Еще шығып кеп атады ғой крысалар. Енді қайтеміз. Крысалар ғой енді қайтеміз. Еще мен бір-екі қоғым өліп қалам ғой. Ена жерге не істеп саған? Ох, те крыса. Маған шықпақшы болған ба? Мә, хедшот. О, бағандым жете тасыламайсың ба? Ема, шығып кеттім, прикинь. Үстіне шығайық нормально. Ешенемей басеш. Ема, мына жерде жүреді ғой шақ. Пулеметпен атамыз, бірақ оғымыз тимеді, бірақ біз қашып кетеміз. 18 қақпамыз қалды, мына жерге отырамыз да. Емделіп алайық. Ема, анау енді пулеметтің
Біз оған қосып қоямыз. Енді памуспен атысатын боламыз. Достар, енді памус деген енді уже біздің бұл қоржынымызда 1 кило бар памуспен. Енді памустардың скині бар енді менде. Енді памус деген скинмен атсаңдар күшті болады да. Неменемен. Точно дос боламыз ба? Точно дос боламыз ба деп атсам қалай еді. Мә. Уже памуспен 3-ші кило жасадық, достар. Неғып тұрған психаға қойма. Ема, пешеші, берекет болдың ғой. Видео түсіріп жатырмыз ғой, ема. Осыны Сингапурдағылар жын деймші, кісі бірден түсіріп ата береді. Енді русский болса регионым енді былайша айттық қоясың ғой, ема. Видео түсіріп жатырмын енді. Берекет алмай сәтінде шешем ай. Енді русскийша білмейсің да? Русскийша деп. Оу! Жа, нормально. Осымен нешінші кил болды, достар? Комменттеріңізші, ұмытып қалдым. Яшканы берем, бірақ өзім өліп қалам ғой, ема. Осындай кейбір кезде килдар дұрлап кететін немелер болады демше. Ама! Еще жаным ұтып атады ғой шейін. Жаны кетпеді ма не? Біраз хедшот бердім ғой, ема. Жатшы шема. Еще екі жақтан қысады ғой, бұны қысады. Ема, қой шығылған. Де криса. Қай жерде доңғалық бар, ема. Де криса. Бәлді, отырған ғой, шәс. Берекет алды ғой, доңғалыққа шайны бермейм. Енді вроде бәрі нормально. Братан қойсасы сеші, ма. Бір жолата жіберсе саңдар, нелерін кете, ма. Братан жіберсе олды, ма. Ау, мамышка. 15 ақып пысыласың. Енді надан үшінші уровень демек. Ема, мен мына жаққа барып келші, ема. Осындай кезде берекет алады ғой. Ма. Осы жерде дешеш. Де криса. Сені мен білмей алады ғой деп берем. Криса деген енді әдемі крисаланып отырып кетсің енді. Берекетіңді алмай қойын, достар. Енді берекетін алмай қойын, мына жігіттің. Ема, шыға алмаймыз ғой деп. Еще енді достар видео аяқталды. Оны сол айтпасыңдар, коммент жазыңдар. Енді біздер енді бүйтіп өле береміз, шыға салып өлесің ғой, енді біз шық бір трава, шымырава. Жаға берсін, нормально біз памусты аламыз, өйткені прицел деген әдемі. Қайтып сыбырдан алайық па, немен алайық? Нормально, сыбырдан алайық. Енді біз пилумутке және памус қайда. Памусты алайық. Енді төрдейтін біреуіне глушак, біреуіне тағы да бір глушак. Ой, нағырушалықта баған бе. Екеуіне байды нормально. Енді 1-2 немен аптечка басам. Нормально. Енді сразу барып шығамыз енді. Ал достар, енді біздің видеомыз аяқталды. Давайте онан сол лайк басамыз.